Мына шариғатта мынандай үкімдер фиқ мәселесінде келеді. Бір адам жігіт қайтыс болды, әйелі қалды, әйелі қалды. Енді оның да хаққысы бар. Құран кәрімде айтқандай 4 ай 10 күннен кейін егер жатыры марқұмнан таза болса, яғни бала көтермеген болса, 4 ай 10 күннен кейін екінші біреуге тұрмысқа шығуға болады дейді Құранда аятта. Сөйтті де былай шыққан кезде оның екінші күйеуі ғой енді ол. Марқұм бірінші күйеуі болса, енді ана жігіт екінші күйеуі болды. Енді сол фиқ мәселесінде сұрақ келеді. Ертең ақиретке барған кезде әйел қайсысымен болады дейді ғой жәннатта. Оның екі байы бар. Қайсысымен бірге болады? Десе не дейді? Кімнің ақылақ мінезі жақсы болған болса, ол қыз соны таңдайды дейді. Сол үшін бауырлар ақиретте қатысыз қалып кетпейік бәріміз. Қатын керек, екілерді сол ішінде жаңағыдай ақылақ мінезімізді туралайтын болсақ, иншалла жүзіміз жарық болады. Ақиретте жүзіміз жарық болады.